Пижамный вечеринкамыздың екінші бөлімі. Алдыңғы бөлімде айтып өткенімдей, осы жолы сіздерге қандай ойындар ойнағанымызды айтып беретін боламын. Ел-жұрттың бәрі білетін баяғыдан келе жатқан қарақатында ойнадық. Бұл ойынды соңғы рет тіпті қашан ойнағаным есімде жоқ. Мектеп кезде ма, әйтеуір бала кезде ма, бір-екі рет ойнағаным есімде. Біздің карталарымыз таусылып, ең соңында осы екі қыз қалған болатын. Алтынай ойыннан ұтылып, осылай қарақатын атанып, қыздар оған осылай мұрт салып берген болатын. Келесі ойын түрі мафия. Енді бұны барлығы білетін шығар. Бірінші ойыннан мені мафия өлтіріп тастады ғой. Я в шоке болдым. Сөйтіп мына жерде жұмыстан шығып кеттім. Ойбай, ойыннан шығып кеттім. Индира бізге қуыс үйден құр шықпа деген мақал бар ғой деді да, осындай свечаларын жағып жіберді. Оның қасына осылай неше түрлі подаркаларын қойып жіберді да, бізге үрлеңдер деді ғой. Бірінші болып Айгүл шығып, өзі қалаған тиынды ұтып алды. Келесі Гүлім шығып, оған да тура сондай тиын бұйырды. Келесі Орысбаева жанына шыққан еді. Ең соңында тұрған қымбат сыйлық маған бұйырды ма деп қатты қуанып кетіп еді. Жоқ, өкінішке орай олай болмады. Сөйтіп оған пудра бұйырды. Келесі Меруерт шықты. Ол өзі қалаған хайлайтерді ұтып алды. Келесі Аралдан көшіп келген Жадыра бетке арналған пластыр мен бальзам ұтып алды. Келесі кезекте арамызға жаңадан қосылған Алтынай тональный крем ұтып алды. Ең соңғы болып өзім шықтым. Мына қымбат сыйлықты алғым келді ғой. Соңғы свечаны ешкім өшіре алмағасын өзім өшіріп мына жерде мәзбін. Маған бұйырған сыйлық 2 маска және осындай әдемі тейін. Ал достар, менің түсіріп жүрген видеоларым ұнаған болса, парақшама тіркеліп мені қолдауды ұмытпа.